былайынан бүйтіп істеген адам едім. Қазір міне шүкір. Мен бірінші бізде 18 жылдан бері осыны ішкенбіз, оны тастап кеттім 18, 19, 20-да қайтадан, одан 23-те қайтқан кезім. Сонда мен 23-те келгенде осы төртеуінен-ақ, бесеуінен-ақ. Эндометриоз болған, менде онкология. Астанада 2 рет операция жасап келген Женскийде. Қайтадан осы жаққа келсем, олар мені тағы да жасайын деп отыр. Отказ бердім. Сөйтіп мына төртеуін ғана ішіп жүргенмін өзім, кейін шықты. 4 ай іштім. Результат болды. Рассасы өздері антан қалды. Мен гинекологға отказ беріп қойып, барып түстім, әдейі барып. Результат болды. Мен гормон іштім ғой, үнемі қолым. Біледі мына кісілер гормон қандай екен, метиприт пен метижек. Оны апта сайын метижекті алмасам, метипритті күніне 2 таблетканы ішпесем, мен орнынан тұра алмаймын и жұмыс істей алмаймын, пышақ ұстай алмаймын. Қарасаңшы. Соны постепенно тастадым, мынаны ішкеннен кейін. Гормонды бірден тастауға, 2 таблетканы 1,5-ға түсірдім, 1-ге түсірдім, жартыға түсірдім, сөйтіп 4-тен бірі сонымен қалыпқа келдім. Давление деген менде масқара, 180-мен 200. Одан кейін менде не болды? Печеньде киста деп айттым ғой. Оны мынаны 8 ай ішті, мына 5-еу. Сөйтіп барса, тоже рассасы. Онкологтар өздері таңдап отыр. Көрдіңіз бе, 2 операциядан құтылдым ба? Одан кейін менде побочный грыжа болған. Олдан да 1 жылдан кейін оған бар. Олар мен тағы 2-ші рет сойып тастамақшы болды. Одан кейін менде не болды? Грыжа. Бір не қалдым ба, соқтап қалдым, болмаса ауыр нәрсе көтеріп қойдым ба, бәтті тұра алмай қалдым. Содан жаңағыны 9 гарып қалдым. 3 ай пайдаландым. Мынаны 3 ай пайдаландым. 3 ай, 90 күн. Сөйтіп, осының арқасында мен үйде ешкім жоқ болса, просто мені тартылып, әрең тұратын адам еді. Бірінші алла, екінші мұның арқасында мен тұрдым. Грыжадан. Одан кейін менде не болды? Жаңағы. Ең соңғы диагнозым катаракты көзден дейді. Содан мынаны оқтат етті. Өзімізде жалқаумыз ғой, мынаны оқтат етті бір құйып қоямыз. Мынаны да. Постоянно құйып жоқ қой бізде. Соны қойсақ, алдағаша не болады. Соны өткенде, плюс несін жаққаннан кейін мен мынаны да алдым, мынаны да алдым. Мынаны 1 жыл бойы бала шағамызбен іштік. Одан кейін мынаны іштік. Көктемде осының біреуін ада қылдым. Соны бастаған кезімде, көзімнен жас аға береді, аға береді, одан кейін әрең аға береді. Мен мынаның құдыретімен, иммунолятор дейді ғой, бүкілінен реттейтін. Сөйтіп мен мұны пасхема дегенді мен керісінше түсініппін да, бұны 2,5 ай пайдаландым. Өйткені 10-ға дейін апар, 1 каплядан. Қайтадан 9-8 түсу керек, а мен 1-ге қайтып түсіп, қайтып шыққан ғой. Сөйтіп 2,5 ай. Аха, бұны 1 айға кетеді. 2-еу 2 айға кетеді. Қазір мен осыны біреуін инсульт алған нем болған жиенім, партнерім. Соған бердім де, 2-шісін қазір пайдаланып жүрмін. Қазір қарайсыз ба, не болды? 10 шақты күн болды, осыны пайдаланып жүрмін. Қатып ұйықтайтын. Мен вообще ұйқым жоқ. Ұйықтай алмайтын бұрыншы сәл сықыр етсе, бірдеңе болса ұтып тұрып, намазға тұратын адамым ғой. Сөйтсем, алдың күні зәрем ұшты. 6-ға 10 минут қалғанда тұрған ғой. Намаздан қалдым деп, ұттып тұрып алып жаңа. Мен 6-дан 15-20 кеткенде неге шығамын ғой көшеге? 10.000 қадам, 8.000 қадам жүремін ғой. Соған кештім екен деп ұтып тұрып алып, мынаны ішкеннің есін көрдіңіз ба? Нервті ұстап қойды и ұйықтап та қалды. Көрдіңіз ба мынаны несі? А мынаны 5 литр суға бала шағамызды түгел ішсік жазып қойдым. Керемет өңі. Кигеніңіз дұрыс болыпты. Рахмет тыңдағандарыңызға.